Сыртта -20 градус аяз, қазандық толық қуатта жұмыс істеп тұр, бірақ жұмысшылар цехтың ішінде әлі де сырт киіммен жүр. Сіз қойған батареялар қайнап тұр, қолыңызды тигізсеңіз күйдіреді, бірақ 3 қадам әрі кеткен соң жылу жоқ болып кетеді. Өйткені сіз қойған жылу агрегаты тек төбені жылытып тұр. Бүгін біз бюджетті босқа шығындамай, жұмыс орнына қалай Vulcana агрегатын таңдау керек екенін талқылаймыз. Жұмыс орындарына, склад, цех және де автокөліктер жуатын жерлерде көпшілігінде біздер Vulcana қоюға кеңес береміз. Не себепті? Өйткені ондай орындарда биіктігі өте жоғары болады, яғни 4 метрден жоғары жерлерге біз білетін тұрғыда физикалық заңдылық бойынша жылы ауа әрқашан жоғарыда, ал салқын ауа төменде орналасқандықтан адам жүретін жерлерде әрқашан салқын болады. Сол себепті батарея сияқты заттар болсын, олар деген жылытқанда тек өзінің аумағын ғана жылытып бере алады. Ал Vulcana бізде барлық аймаққа бірдей тарайды, бірдей жылу бере алады, және сол себепті ол тиімдірек және экономика тұрғысынан өте пайдалы құрылғы болып табылады. Vulcana таңдау кездегі екі басты себеп бар. Ол ең біріншіден біз қоятын жердің квадратурасы, яғни аумағы, ұзындығы, ені, биіктігі, және одан кейін екінші бұл бізде келетін жылуымыз қандай, яғни центральный отопление немесе автономдық отопление, қазандықтар, газовый қазандықтар немесе көмірмен жағылатын қазандықтар қолдан. Ендігі кезде біздер модельдерге қалай таңдау керек екен және қандай модельдер сізге керек екенін айта кетеміз. Бізде модельдер жалпы AC және EC болып екі двигательге бөлінеді. AC бізде асинхронный, EC электрокоммутированный двигательдер. Яғни біздер AC двигательдерді көпшілік жағдайда S100, склад, цех сияқты жерлерге қойсақ болады, ал EC ол яғни бізде уже спортзалдар, конференц-залы, сондай жерлерге арналған ретінде қарастырсақ болады. Жалпы AC, EC двигатель деп екіге бөлеміз. Ондай көпшілік айырмашылығы, бірақ біздер EC моделін өте дыбысы жағынан төменірек деп аламыз. Және де электричествоны қолдану жағынан ол да төмен көрсеткіштер көрсетеді. Асинхронный, яғни AC двигательде бізде пультіміз бар, настенный регулятор DX, жаңағы EC двигательімізде бізде потенциометр, термостатом немесе HMI контролер, яғни Vulcana'ны управлять ететін өзінің пульт управлениесі бар. Бізде жалпы пульттерде терморегулятор болады, яғни керекті ауаны қоясыз градусты, сол бізде жиналған кезде помещенияда Vulcana автоматын өлшейді. Және асинхронный двигателі, яғни AC двигательде бізде егер жылу төмендегенде қосылған жағдайда қойған скоростта ол қосылады, ал EC двигательде өте ақылды болып табылады, сол себепті тек керек градусты қосып береді. Жалпы Vulcana'ның қандай модельдері бар, сол туралы нақтылап кетсек, бізде Vulcana Mini, Vulcana Mini 3, VR1, VR2, VR3 және VR4 деген 6 түрлі моделі бар. Жалпы негізі 6 модель бір-біріне ұқсас болып келеді. Бұларды қоюда, яғни біз ең бірінші сіздің квадратураңызды сұраймыз. Яғни бұларды біз квадратура бойынша бөлеміз. Егер де кіші помещение сізде болатын болса, кіші модельді қоюға кеңес береміз. Егер үлкен болып жатса, ол кезде уже қанша Vulcana қою керек екенін сізге және қандай модельді қою керек екенін таңдап беруге көмектесе аламыз. Не себепті Vulcana'ларды дұрыс таңдау керек? Өйткені помещениялардың аумағы әртүрлі болады және өздерінің орналасқан ыңғайына қарай. Егер біз кіші модельдерді немесе үлкен помещенияларға тек бір Vulcana қоятын болсақ, оның жылуы помещенияны жылытуға жетпейді. Қазір сізге қалай Vulcana таңдау керек екені туралы қысқаша мағлұмат, ақпарат беріп өтеміз. Біріншіден, Vulcana'ны таңдау кезде қандай квадратураға қарастырып жатсыз? Ені, ұзындығы, биіктігі керек болады. Екінші бізде жалпы бұл помещение негізгі мақсаты қандай? Яғни S100 цех немесе автокөлік жуатын жер секілді. Үшінші, бұл здания қандай заттан тұрғызылған? Сэндвич панель немесе де басқа заттардан. Төртінші, сіз қай қалада орналасқан? Не себепті бізге ол ақпарат керек? Өйткені Қазақстанның әртүрлі аумағында қыстың әртүрлі салқындығы болады. Бесінші, сізде қандай тип отопление? Орталықтандырылған немесе автономдық, яғни қазандықтар газовый немесе көмірмен жағылатын секілді. Vulcana таңдау кезде ең көп қойылатын бізге сұрақтар. Vulcana электрлік қондырғы ма? Жоқ, бізде
вулканы отопление арқылы, яғни орысша айтқанда водяной тепловентилятор. Ыссы судың көмегімен жұмыс істейді. Принцип жұмысы машинаның печі сияқты қарастырсаңыз болады. Екінші сұрақ. Вулкана өзі жылыта ма суды? Жоқ, вулканаға біздер котелдан ыссы суды подача обратка арқылы тартамыз. Келесі қойылатын сұрақтардың бірі ретінде біздер өздеріміз келіп вулкананы таңдап кетсек бола ма? Әрине болады, бірақ жауапкершіліктің бәрін өзіңіз аласыз. Егер жылытпай жатса, егер көмектеспей жатса. Бірақ соның өзінде де біздер специалистермен толық консультация алу арқылы қандай вулканы таңдау керек және қандай вулкананы қойған дұрыс болатыны кеңес беретін едік. Қазіргі таңда егер де сіз жаңа объект құрып жатсаңыз, немесе бұрынғы объектті жөндеп жатсаңыз, жылу мәселесін шешу үшін QR-код арқылы өтсеңіз болады, немесе сілтемедегі ссылка арқылы өтіп, тегін кеңес ала аласыз. Біз сізге вулканы таңдауға тегін көмектесеміз, және де одан кейінгі уақытта да әрқашан хабарлассаңыз, сізді жеке қалдырмай көмектесуге әрқашан тырысамыз. Бізде Қазақстан бойынша тегін жеткізуіміз бар. Біз сізге тек агрегат сатпаймыз, біз сізге жылу мәселесін шешіп беруге тырысамыз. Егер де видеомыз сізге пайдалы болса, арнамызға тіркеліп кетіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз болады. Және де келесіде біздер қандай мәселелерді қозғайық және қандай көмектерімізді көрсете аламыз. Сіздермен бірге болған Тепло для бизнеса арнасы. Бәріңізге жылу және де келесі кездескенше.